16 маусымға қараған түні су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметкерлері Шымкент қаласының су құбыры желілерінде жоспарды жұмыстарын жүргізді. Қаланың оңтүстік бөлігінде су уақытша сөндіріліп, қаладағы желілер арқылы су беру сапасын жақсартуға бағытталған шаралар іске асырылды. Еңбекші аудандық су арнасының қызметкерлері Бадам Сайрам су қабылдағышынан диаметрі 600 мм су құбырына қосымша жалғады. Суды тұтыну деңгейі ең жоғарыға көтерілгенде, бұл қосымша жүйенің қысымын тиісті параметрде ұстауға көмектеседі. Осы түні Бадам Сайрам су жинақтағышында да жоспарлы жұмыстар істелді. Барлық жұмыс мерзімінде аяқталды. Тұтынушыларға су келісілген уақытта қайта қосылды. Қазіргі уақытта Шымкенттің суды тұтынуы тәулігіне орта есеппен 250 мың текше метрді құрап отыр. Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің әкімшілігі қала тұрғындарынан суды үнемді пайдалануды сұранады. Әсіресе бау-бақшаларды суару, бассейндерді толтыруды түнгі 23:00-ден кейін жасауға кеңес береді. Егер сіздерде су қысымына байланысты проблемалар туындаса, орталық диспетчерлік қызметіне келесі телефон нөмірлері арқылы хабарласуға болады. 87252 коды 321274 немесе 8708-110-21-21. Сондай-ақ WhatsApp желісі арқылы да жаза аласыз. 8705-758-1111 немесе кәсіпорынның әлеуметтік желілердегі аккаунттары да ашық.